Сәлем достар, бүгінгі сабақ барлығына пайдалы болады деген ойдамын, себебі біз бүгін WeChatқа тегін тіркелуді үйренетін боламыз. Осы WeChatқа тіркелуді Қытай номері қажет, QR қажет деп эксперттер қаншама теңгеге курстарын сатып жатыр. Кем дегенде 5000-нан бастап осы WeChat курсын оқытады. Ал сіздер бүгін осы сабақты тегін пайдалану арқылы тіркеліп алсаңыздар болады. Сол себепті каналға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен біз осы WeChatты Play Market немесе App Store арқылы жүктеп аламыз. Бұл WeChat дегеніміз барлығымызға белгілі, өзіміздің WhatsApp желісі тәрізді қытайлықтар сөйлесетін әлеуметтік желі платформа болып табылады. Сол арқылы сіз WeChatта отырып поставщиктермен, магазиндермен тікелей сөйлесіп, сапалы тауар алуыңызға болады. Және де ешқандай комиссиясыз, яғни 3% комиссиясыз төлем жасай аласыздар. Енді осы WeChat'інде жүктелген ашамыз. Ашқан кезде осындай терезе шығады. Регистрация деп басамыз. Телефон номер арқылы тіркелеміз. Ник деген жерге толық аты жөнімізді жазамыз. Жазылды. Телефон номерімізді жазамыз. Пароль. Өзіңіз ұмытпайтын 8 санды парольді қоямыз. Галочка басамын. Жалғастыру. Осындай WeChat'тың пайдалану шарттары шығады. Толығымен танысып шықсаңыздар болады. Өте ұзақ. Сіздің осында көрсеткен барлық жеке мәліметтеріңіз 90 күн, яғни 3 айдан кейін өшіп кететіндігі туралы ескертілген. Сол себепті барлық мәліметтеріңіз құпия түрде сақталады. Ол жағынан қорықпасаңыздар болады. Барлығы дайын. Галочка қосамын да далее деп басамын. Енді тексерістен өтуіміз қажет. Осы жерде көз мезгілін белгіле дейді. Бұл жерде кез келген пазл тағы басқа сәйкестендіру картинкаларын сізге ұсынады. Соны дұрыс табуыңыз қажет. Көз мезгілі табылды. Жалғастыру деп бастым. Телефон номері және де сізге код келеді. Сол кодты тересіздер. Кей жағдайда код бірден келе қоймайды. Сол себептен оны тіркеудің екінші әдісі бар. Ол жайынан қазір кейінірек көрсетемін. Қазір кодты теріп алайық. Болды, тіркелдік. Енді далее деп қайтадан басамыз. Бізге қайтадан WeChat'тың шарттарын көрсетіп тұр. Соның барлығын галочка басып, танысып шығамыз. Барлығы дайын. Мына жерге де готовы деп басамыз. Шарттармен келісемін деп басамыз. Яғни сервисті толығымен іске қосамыз. Міне WeChat ашылды, маған осындай SMS келіп тұр. WeChatқа қош келдіңіз. Ура, біз тіркеліп алдық. Жаңа айтқанымдай, көпшілігінде бұлай бірден тіркелу мүмкін бола бермейді. Сондықтан сіз карта номері арқылы тексерістен өтіп алуыңыз қажет. Достар, енді екінші жағдайын көрсетейін. Егер де сізге бірден регистрация жасауға код келмесе, онда карта номерін тіркеу арқылы істеуге болады. Ол өте оңай жолы. Себебі ондай кезде бізге Қытайдағы телефон номері қажет емес. Енді қайтадан кіреміз. Телефон номері арқылы регистрация дегенді басамыз. Өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Мен қазір екінші телефон номерімді пайдалану арқылы тіркелетін боламын сіздерге көрсету үшін. Телефон номерді жазам. Мына жерге кодты таңдаймыз, яғни мемлекетті қоямыз, Қазақстан деп. +7 шықты. Номерді тереміз. Пароль жаңағыдай өздеріңіз ұмытпайтындай бір парольді қоюларыңыз қажет. Парольді қойдық. Енді галочканы қойып, жалғастыру деп басамын. Тағы да галочка қоямыз, далее деп басамыз. Безопасность дейді. Яғни тексеруден өтеміз. Көз мезгілін таңдаймыз жаңағыдай. Мына жерде гүлдейтін шиелер деп сұрап тұр. Яғни гүлдейтін ағашты қоямын. Қайтадан
Болды. Проверкадан өткеннен кейін осындай терезе ашылады сіздерде. Мына жерде міндетті түрде үшіншісін таңдап қоямыз. Бұл өте оңай жолы. Қазір картамызды тіркейтін боламыз. Карта номерін жазамыз біріншіге. Екіншісінде картаның типі дейді. Бұл жерде карта номерін жазған кезде сіздерде виза карт деп автоматты түрде шығып тұрады. Енді next жалғастыру деп басамын. Картаның жарамдылық мерзімін қоямыз. Және де артындағы 3 таңбалы санды тереміз. Next деп басамыз. Тағы да жалғастыру. Верификация жүріп жатыр. Жалғастыру. Agree деп басамыз. Сіздерге Каспидан как будто ақша алынған секілді SMS келеді, алайда қорқпаңыздар, ақша алынбайды. Тек қана картаның жарамдылығын тексеріп жатыр. Енді Pinduoduo сайтында мысалға біз төлем жасағанда пароль код қоямыз ғой, тура сондай 6 таңбалы код қоюымыз қажет. Ол кодты мүлде ұмытуға болмайды, әйтпесе төлем жасауда кейін блокқа түсіп қалса аша алмай қаласыздар. Және де төлем жасарда сіздерден міндетті түрде сұрайтын болады. Қазір бір кодты қояйын мен. Қайтадан қайталаймыз. Жалғастыру деп басамын. Регистрацияны жалғастыру. Болды, енді маған код келуі қажет. Тосамыз. Қайталаймын. 1, 2, 4, 0, 1. Маған код SMS түрінде емес, звонок түрінде келіп түсті. Қазақша және орысша. 2 рет қайталады. Сол кезде жазып үлгеріңіздер. Кей жағдайда SMS түрінде келеді. Войти деп кіреміз. Кодты таңдаймыз қайтадан. Қазақстанды қоямыз. Телефон номерімізді жазамыз. Жалғастыру. Парольді. Жаңа өзіңіз терген парольді қоясыздар. Войти. Далее деп басамын. Мына жерге галочка қоямыз. Пайдалану шарттарын қайтадан көрсетіп жатыр. Следующий деп басамыз. Шарттардың бәрімен келісемін деп басып шығамыз. Разрешение береміз. Болды. Достар, міне біз екінші номерімізді WeChatқа тіркедік. Мына жерде алғашқыдай осындай пайдалану шарттары барлығы келіп тұр. Сіздерге бірден код келу арқылы, ал егер келмеген жағдайда карта номерін верификация жасау арқылы WeChatқа өзіңіз тегін тіркеліп алсаңыз болады. Сабақ пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, WeChat'ты тіркегеннен кейін көп қолданушыларда 1-2 күннен кейін WeChat блокқа түсіп қалып жатады. Оның себептері қандай? Бірінші себебі ол қандай да бір сіздің WeChat'ыңызға жалға түсетін болса, ол кезде блокқа кетесіз. Екіншісі, рекламалық посттар салатын болсаңыз, тоже блокқа кету қаупі бар. Және де келесі себебі, бір күнде бірнеше адамды өзіңіздің друзьяңызға қосатын болсаңыз, сізді подозрительный аккаунт ретінде санап, сізді блокқа жібереді. Сол үшін поставщиктерді қосу мақсатында бір күнде бірнеше адамды қосу ол қате. Ең көп дегенде бір немесе 2 контактіден ғана қосыңыз. Сол кезде WeChat'ыңыз блокқа кетпейді. Сондай-ақ келесі себебі, сіз күнделікті Wi-Fi немесе мобильді данныйды ауыстырмай, бір интернет көзі арқылы WeChat'қа кіре берсеңіз, оны да сізден алаяқтық әрекет деп қабылдауы мүмкін. Себебі WeChat'қа шетелдіктер өте көп тіркелген, маркетплейстер білесіздер, бүкіл әлем бойынша таралған. Сондықтан да мошенничество дейміз, алаяқтықтың алдын алу үшін қытайлықтар осылай
егерде тек қана бір интернет көзінен отыратын адамдар болса, оларды жетінен блокқа жібереді. Ол өздерінің қауіпсіздігі үшін. Сол себепті де бір күні сіз бір интернет көзін, екінші күні Wi-Fi мен және де өзіңіздің мобильді данныйды қосып, немесе басқа Wi-Fi арқылы қосылып, ауыстырып тұрыңыз. Және де WeChatта үнемі активный, яғни қосып қойыңыз. Кем дегенде күніне 5-6 рет, жоқ дегенде 3-4 рет WeChatқа кіріп тұруыңыз қажет. Настройкаларын жөндеңіз, ішіндегі каналдардың қызықты жаңалықтарды қарасаңыз болады. Ал 1-2 күнде, 2-3 күн мүлде кірмей қоятын болсаңыз, ол кезде де сіздің WeChatыңыз блокқа кетуі мүмкін. Егер де осы қарапайым ережелер сақтасаңыз, WeChatта күнделікті өзіңізге қажет поставщиктермен сөйлесіп, сондай-ақ төлем жасауыңызға болады, және де блокқа кетпейсіз.